Неліктен Египет қара жер деп аталған? Шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жылы Ніл аңғарында әлемнің ең көне мемлекеттерінің бірі ежелгі Египет қалыптасты. Шілде айының басында Ніл тасып, бүкіл алқапты су басатын. Су қайтқаннан кейін өзен жағалауында өзен лайы, яғни шіріген өсімдіктер мен тірі ағзалардың қалдықтары тұнып қалатын. Біртіндеп осы лай құнарлы қара топыраққа айналды. Ғалымдар тапқан папирустардың бірінде египеттіктердің Ніл өзенін мадақтау өлеңі деген әнұраны табылған. Египетке жан берген Нілдің даңқы арта берсін. Ол судан алыс жатқан шөл даланы суғарушы, балықтар мен құстардың әміршісі, астық өсіруші, мал үшін астық дайындаушы, нан, тағам әкелуші құдірет. Су келгенде жердің беті жадырап, тірі жан атаулы шаттыққа кенеледі. Жаса Нілім көңілдерді тасытқан, Египетті тірілтуге асыққан, сен көрінсең шаттанады жер ана, қуанады бар тіршілік кең дала, қарсы аламыз сені патша бейнесінде делінген. Ніл аңғары батпақты жер. Оның жағасында биік қамыстар, папирус өсті. Ніл тасыған кезде өзеннің бар аңғары суға толды. Су көбінесе ойпаттарды басып қалды. Сондықтан египеттіктер осы аймақтарда бөгеттер мен каналдар салды. Олардың көмегімен алыс орналасқан алқаптарды суландырды. Ежелгі египеттіктер Ніл тасыған кезде жұлдыздардың белгілі бір қалыпта орналасатынын байқады. Олар бір тасқыннан келесі тасқынға дейінгі өткен күндерді санап, бұл кезеңнің қайталанғанына назар аударған. Осылайша египеттіктер бір жылда 365 күн бар екенін санап шықты. Тарихтың атасы Геродот Египетті Нілдің сыйы деп атаса, ал египеттіктердің өздері өз елін қара жер деп атаған. Ежелгі заманда бұл аймақта өсімдіктер көбірек болған, әсіресе құрма ағашы, папирус жақсы өскен. Ніл аңғарындағы малахит, гранит сияқты қымбат тастарды құрылыс материалы ретінде пайдаланған. Египет адам тұруға жарамсыз аймақтан біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықта халық тығыз қоныстанған елге айналды.